Қайырлы күн баршаңызға, сіздермен Сандуғаш, мен арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен нағыз ұйғыр самсасын дайындайтын боламыз. Менімен бірге болыңыздар. Арнама тіркелмеген болсаңыз, міндетті түрде тіркеліп алыңыздар. Өте керемет рецептпен бөлісетін боламын. Мінекей достар, алдымен барлық қажетті заттарымыздың барлығын осылай алдын ала таразыға салып дайындап алатын боламыз. Міне бөлме температурасындағы сары май, қаймақ, уксус, 2 жұмыртқаның сарысы, ұн және сода қажет болады. Мінекей барлық затымыз дайындап алдық. Енді мінекей көріп тұрғандарыңыздай осындай сары май бөлме температурасындағы еріп тұрған сары май болуы қажет міндетті түрде. Мінекей сары майды салдық, үстіне қаймағымызды салып аламыз. Және 2 жұмыртқаның сарысын, яғни 2 желтоқты да қосып аламыз, барлығын араластырып аламыз. Мінекей араластырып алған соң, енді содамызға уксусты құйып, мінекей екеуін араластырып, оны да салып, мінекей барлығын араластырып алатын боламыз. Мінекей содамызды құйып алдық. Енді жақсылап араластырып аламыз және ұнымызды 2 бөлікке бөліп қосып алатын боламыз. Мінекей алғашқы бөлігін қосып, бір жақсылап араластырып илеп аламыз және екінші бөлігін қосатын боламыз. Міндетті түрде таразыға тартып, нақты рецептпен жасасаңыздар, өте әдемі болып шығары сөзсіз. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Мінекей достар, қамыры сондай әдемі, жұмсақ қамыр дайын болды. Енді қамырымыздың бетін жауып, біраз уақытқа қалдыратын боламыз. Мінекей қамырымыз тынғанша қалдырамыз. Енді осының арасына салатын салмамызды дайындайтын боламыз. Мінекей пиязымызды 2-3 бөлікке бөліп, жақсылап барлығын турап дайындап аламыз. Пияздың өзіне бөлек тұзын және бұрышын қосып, қолымызбен мұжып тұрып жақсылап араластырып аламыз. Енді осының үстіне жақсылап араластырып болған соң, тартылған етімізді мінекей фаршымызды қосып, тұзын, бұрышын салып, бұны да барлығын жақсылап араластырып алатын боламыз. Мінекей барлығын жақсылап араластырамыз. Мінекей осылай дайын болды. Енді осы уақыт аралығында қамырымыз тынып, жақсы болып тұр екен. Мінекей енді 4 бөлікке бөліп жайып аламын. Мен оқтауым кішірек болғандықтан осылай 4 бөлікке бөлдім. Сіздер 2 бөлікке бөліп алсаңыздар да болады. Барлығын осылай дөңгелек пішімге келтіріп дайындап алдым. Енді ұн сеуіп қамырымызды әдемілеп жайып алатын боламыз. Ұйғыр самсасының ерекшелігі осы қамырында болып табылады. Міндетті түрде қамырын әдемі етіп жасасаңыздар, самсамыз өте ерекше дәмді әдемі болып шығады. Қамырымыз осылай жұқартып, жайып алдық. Енді осының үстіне сары майды ертіп салатын боламыз. Менде мінекей әртүрлі жылқының, сиырдың, құйрық май барлығы араласқан осындай менде май бар. Осыдан 150 миллиграмды ертіп алып арасына жағатын боламыз. Сіздер қадімгі магазиндегі сары майды пайдалансаңыздар да болады. Міндетті түрде маргарин емес, 82-72% сары майды пайдаланыңыздар. Мінекей майымызды жағып алған соң, үстіне кукурузный крахмалды сеуіп алдым. Енді оның үстіне екінші қамырымызды жайып, оған да майымызды жағып, кукурузный крахмалымызды сеуіп дайындап алатын боламыз. Кукурузный крахмал қытырлақ әдемі болып шығуына көмектеседі. Егер болмаса, оны себу міндетті емес. Мінекей енді жақсылап орап алатын боламыз. Барлығын осылай толықтай орап, енді пакетімізге салып, морозильникке кішкене майы қатқанша аздаған уақытқа қалдыратын боламыз. Арасындағы майы қатқанша қалдырамыз. Мінекей барлық қамырды осылай дайындап, морозильникке салып аламыз. Мінекей морозильниктен шыққан соң, әрбір қамырды 35-40
грамм шамасында бөліп неге осылай жайып аламыз. Қатты жұқартып жаймай, орташа қалыңдықта жайып, арасына салмамызды салып, екі бүктеп осылай бір басып шығамыз шет-шетін, және де кез келген формада, әртүрлі формада осылай өздеріңіз түйіп алсаңыздар болады. Мен шет-шетін осылай қайырып, осылай мінекей көріп тұрғандарыңыздай осылай түйіп шықтым. Кез келген өзіңіз қалаған, өзіңізге ұнайтын формада жасасаңыздар болады. Неге барлық қамырымызды осылай түйіп дайындап алдық. Енді алдын ала қызып тұрған пешімізде пісіретін боламыз. Мінекей пешімізді қыздырып алған соң жұмыртқаның сарысын мінекей аздап, сарысына су немесе сүт қосып осылай барлығын жағып аламыз. Және әдемілік үшін бетіне осындай күнжіттерді сүйіп алдым. Мінекей енді қызып тұрған пешімізде осылай қызарғанша пісіріп алатын боламыз. Мінекей достар, дайын болды. Қараңыздар, қандай әдемі болып шықты. Түсінің өзі өте әдемі. Қазір бөліп арасында көрсететін боламын. Сондай әдемі, сондай дәмді, өте ерекше және қытырлақ, сондай. Қараңыздар, қандай әдемі. Достар, міндетті түрде жасап көріңіздер. Өзіме қатты ұнаған рецептілердің бірі. Сіздермен де бөлістім. Заказ қабылдауларыңызға да, кез келген мерекелік дастархандарыңызға да ұялмай қоятын самсаның бірі болып табылады. Жасап көріңіздер. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен болған Сандуғаш.